Мына менің үйімнің қасындағы 35-ші номерлі қазақ мектебі. Бұрын осы мектеп орыс мектебі болатын. Менің ұлым осы жерде оқыған. Кейіннен қазақша оқытатын болды. Мен ойлаймын, тек осы жерде ғана біз қазақ тілін барлық адамдардан еститін шығармыз деп. Өйткені мемлекеттік органдардың өзінде орыс тілінде сөйлейді қазақ қызметкерлері. Осы оқушылар, түлектер біздің болашағымыз деп ойлаймын. Осыларға бар үмітімізді артып отырмыз. Ертең бұлар да орыс тілінде сөйлеп кетпес үшін біз ана тілімізді өз тұғырына қондыруымыз керек деп ойлаймын. Бұл әр қазақтың міндеті.